Қайырлы күн тәп-тәтті арнасының тәп-тәтті көрермендері. Бүгін біз өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан ақ көңілдеріңізді баурап алатын сүтті коржықтардың рецептісімен бөлісетін боламыз. Бұл сіздердің балалық шақтарыңыздың дәмі десем де қателеспеймін. Әдеттегідей толық құрамын описание бөлімінен таба аласыздар. Таза ыдысымызға ерітілген немесе бөлме температурасындағы майымызды үстіне бір жұмыртқа және де қантымызды саламыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Және де осы массамызға сүтімізді қосамыз және де тағы да бір келкі араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үккішке ұнымызды, қосатқышымызды және де тұзымызды салып, әдемілеп тұрып, үккіштен өткізіп аламыз. Барлық ұнымызды үккіштен өткізіп болғаннан кейін шанышқының көмегімен қамыр илеуді бастаймыз. Шанышқыдан кейін өзіміздің қолымызбен қамырды әдемілеп эластично, жұмсақ, өте қолға жақымды тесто шыққанша илей береміз. Қамыр дәл осы видеодағындай жұмсақ, эластичный болып шығуы керек. Дайын болған қамырымызды полиэтиленді пакетімізге салып, жарты сағатқа демалуға қойып қоямыз. Демалып болған қамырымызды әдемілеп үстінен басып жіберіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Коржықтың қалыңдығы 4-5 мм болу керек. Қатты жұқартудың да қажеті жоқ, және де өздеріңізге керек формамен кесіп аласыздар. Менде бұл кәдімгі коржықтың формасы дөңгелекше. Осы үлкен форманы қолданып, менде 10 үлкен сүтті коржықтар шықты. Егер сіздер көп қаласаңыздар, кішкентайлау форма алуларыңызды ұсынамын. Дайын болған коржықтарымызды пергамент қағазының үстіне қойып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің сүтті коржықтарымыз дайын болды. Қараңыздар, екіге бөлгенде қытырлап өте жұмсақ. Осындай коржықтар жасап, ата-аналарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған тәп-тәтті айдары астарыңыз дәмді болсын.